Шоу-бизнес өкілдері ән, бейнебаян, концерт, той деп жүретіні белгілі. Ал олар балалары мен өздерін тәрбиелеуге уақыт таба ма? Ол үшін нағыз керек қазына, кітапты оқиды ма? Қай әнші соңғы рет қандай кітап оқыды екен? Бүгін тығырыққа тіресек те, жұлдыздарымыздан осы сұрақты сұрап көрелік. Музарттың кенжесі Кенжебек еркелеп жүріп кітапты оқи бермесе керек, біраз қынжылды. Мен соңғы кітап оқыған кітабым жаңағы Шыңғыс Айтматовтың Ақ кеме деген кітабы. Өте маған қатты ұнады. Онан кейін жаңағы Серзат Дүйсенғазин ол кісілердің көптеген кітаптары болды, 1-2 кітап оқыдым, бірақ маған ең ішіндегі ұнағаны сол Шыңғыс Айтматовтың Ақ кеме деген кітабы ұнады. Сонымен, әдетте әйелдер қауымы пысықтау келетін еді. Шоу-бизнестегі нәзік жандыларымыз қандай кітап оқып жүр? Ең бірінші болып алдымыздан шыққан Гүлнар Оразымбетованы сұрақтың астына алдық. Жауабы дайын екен, себебі әншінің мектеп жасындағы балалармен бірге оқуына тура келетін көрінеді. Мен балаларыммен бірге кітап оқимыз. Біз соңғы оқыған кітабымыз, мен кішкентайым қазір 2-ші сыныпты бітіріп 3-ші сыныпқа көшті. Бердібек Соқпақбаевтың Менің атым Қожа деген кітабын біз тек қана фильмнен ғана көрсек, қазір біз кітаптан оны оқып жатырмыз. Бірақ мен балам айтады, кішкентайым Нұранбек, мама, бұл кинодағыдай Менің атым Қожа кітаптағы образы тіптен басқаша екен деп. Бірақ енді ол киноға лайықталып жасалған өзінің сценарий бойынша түсірілген фильм, бірақ кітаптағы дүниесі тіптен басқаша. Сондықтан да соңғы оқыған кітабым сол баламен бірге Менің атым Қожаны қайтадан оқып шықтық. Иә, Гүлнұр ханым балалармен бірге оқыған кітабын алға тартып құтылып кетті. Ал Сәкен Майғазиев кейде Құран кітапты оқуға да уақыттың тапшылығы қынжылтады деп ақталды. Дегенмен, соңғы рет қандай кітап оқығанын қоярда қоймай сұрап алдық, бірақ қашан оқығанын айтпады. Кемат Нелімбетовтің үмітсізім келмейді деген кітабын ғана парақтап үлгердім. Сосын жақында Созақ өңірі деген кітапты оқып жатырмын. Шынымды айтсам, үйде кітап өте көп. Өткенде де бір әлеуметтік желіде жаздым. Осы 100%-ға шағатын болсақ, соның 30%-ын оқымағаныма өзімді былайша айтқанда қамшылаймын, ренжеймін өзіме. Бірақ заманның ағымы, темпоритм дейміз ғой, өмірдің жылдамдығы соншалықты таң атса болды, күн батып жатыр. Жә, басқа әншілерден сұрап әуре болмайық, түсінеміз. Сіздердің жұмыс тым қауырт, үнемі шығармашылықта, үнемі жол үстіндесіздер. Дегенмен, ара-тұра кітап оқып, көкжиектеріңізді кеңейтіп тұрарсыздар. Бұл тақырыпты алда әлі жалғастырамыз. Сондықтан әншілеріміз кітап оқып дайындалып жүрсе дейміз. Бағдарламаның басты демеушісі Молапорт.